Отбасындағы жанжал, көзге шөп салу, көп әйел алу, бедеулік. Сізге бұл туралы айту қиын, себебі ұят. Еліміздегі ең шыншыл жобада. Біздің студияда танымал ханымдар алғаш рет жүрек түбінде сақтаған сырын, ашылмаған құпиясын бүкпесіз ақтарады. Я делала ЭКО. Өтірік айтпай-ақ қояйын, таяқ жедім. Ребят, я видела трупы детей. Атақты да ауқатты қыз-келіншектер тек біздің бағдарламада өз шындығын жайып салады. Сіздер қателік пен өкінішке ұрынбас үшін өз тағдыр жолы жайында сыр шертеді. После того, как вот у меня случился уже третий выкидыш, после того, как он в очередной раз поднял мне руку, и я поняла, что за меня просто некому вступить. Как бы его и любила даже, наверное. Тоқалы бар ма? Иә, тоқалы бар. Табандылық пен табысқа жеткен жандарға тағдырынан сыр шерту ұят емес. Бір-бірімізбен ашық болайық, өмірімізге ғашық болайық. Осылай өмір сүрген ұят емес. Бүгінгі бағдарламада халықтың сүйіктісі тележүргізуші Сәуле Әбединова неге экраннан көрінбей кетті? Тұрмыстық бөлме, ас бөлмесі, туалеті бар, соларды жуып тазалаймын. Әр бөлме 100 теңгеден жинап береді. Сәуле сүйіктісінің тоқал алуына неге көнді? Күйеуін неге өзгемен бөлісті? Басқа әйелі бар екендігі, ол әйелінен баласы бар екендігін ол өзі айтты, мойындап айтты. Сәуле Әбединова осы уақытқа дейін не жасырып келді? Ішімнен қан жылап тұрсам да, мен оған қарадым да айттым. Оны ел жұрт Ақжүніс деп таниды. Қазақ халқының сүйікті қызы Сәуле Әбединова неге экраннан көрінбей кетті? Оған не туралы айту қиын? Менің бүгінгі қонағым танымал тележүргізуші Сәуле Әбединова. Рахмет. Елге Ақжүніс бағдарламасының жүргізуші ретінде танымал болдыңыз. Ақжүніс қазақ әдебиетінің шыншыл да өжет кейіпкерінің бірі. Сіз сол бағдарламада шындықты көп айтып қойдым ба деп ойламайсыз ба? Неліктен ол хабар жабылды? Сәуле Ақжүніс бағдарламасында шындықты көп айтып қойғандықтан бағдарлама жабылды деп ойласаңыздар қателесесіздер. Сол кездегі біздің жоғары жақтағы жүйеге байланысты, басшылардың бірі кетіп бірі келуіне байланысты, ауыс түйіске байланысты біраз бағдарламалар жабылды. Және бір күнде, бір сәтте бірақ нүкте қойылды. Қазір қайтып оралғыңыз келе ме? Бір-екі рет ұсыныс болды ондай. Әйел бақыты деген бағдарлама, 3 әйел жүргізсе деген ойымыз бар, біреу сіз болсаңыз деген сияқты. Мен барып, көріп, сөйлесіп, сосын өзім ойымды айттым да, маған онша лайық келмейді бұл бағдарлама деп. Несімен лайық келмеді? Өзіңіз ойлаңыз, маған айтқандары 3 жүргізуші болады, үшеуінің біреуі Сәуле Әбединова, екіншісі Айгүл Иманбаева, үшіншісі Тамара Асар деген. Сондықтан мен үшеумізде енді өткен өміріміз бар, өткен тағдырымыз бар, күйеуімізбен ажырасқанымыз бар. Ең басты себеп. Соны үшеуміз отырып алып, елге, халыққа ақыл айтып, мораль оқып отырамыз ба, бір түрлі ыңғайсыз екен деп мен бас тарттым. Жолдасыңыздың екінші әйелі болды деп естідік. Ол болды, біз қалай десем, ол кісінің басқа әйелі бар екендігі, ол әйелінен баласы бар екендігін ол өзі айтты, мойындап айтты, және мойындап айтқан кезде мен оны бір сырттан, көлденен көк аттыдан, бөтен біреуден естімей, өзі айтып, өзі мойындап картасын алдыма жайып салғандықтан мен оны сол үшін сыйладым. Қалай қабылдадыңыз? Әрине, кез келген әйел ол кезде жүрегі ауырады, жаны қиналады, күйзеледі. Барынша білдірмеге тырыстым. Ол сол әйелдің аяғы ауыр деді, маған бірінші айтқан кезі. Ол сізден кешірім сұрап айтты ма? Иә.
мен саған бір нәрсені айтуым керек деді. Мен сен бөтен біреуден естігенше өз аузымнан ең дұрыс. Мен саған бір нәрсені мойындауым керек, айтуым керек деді. Сол кезде енді Зоя, Гуля деген әңгімелерді естіп жүретін, енді араларында жаңа араласып, ол кезде 90-шы жылдар жаңа бір-бірінен коммерция, бизнес деген дүние басталған, бірінен товар алып, біріне апарып сөйтіп жүретін бір әріптес, бірге істеп жүрген адамдар деп қабылдап жүргем. Сол өзің естіп жүрген Гуля деп айтып жүрміз ғой, біз сол Гуляның аяғы ауыр деді. Және бала менікі екенін мойындаймын деді. Ішімнен біреу жаңа жүрегіме қанжар сұғып алғандай болды, бәрі оңай емес ондай сөзді есту. Ішімнен қанжылап тұрсам да мен оған қарадым да айттым. Бала сіздікі болса барып тұрыңыз дедім. Баланы жетімсіретпеңіз, баланың жазығы жоқ дедім. Сонымен ол әңгіме жабылды. Қайтып біз бұл тақырыпқа қайтып оралған жоқпыз. Демек, жолдасыңыз сол әйелге барып тұрды ма? Жоқ әлде сізбен қала берді ме? Барып тұрды деп айта алмайсыз. Бірақ 2-3 күнге, бір аптаға жоқ болып кеткен кезде мен білем ол қайда екенін. Сіз жалпы көп әйел алуды қолдайсыз ба? Көп әйел алу дегенді қолдамаймын әрине. Бірақ 2 әйел деген нәрсе ол мен одан трагедия көрмеймін. Неге? Ол трагедия емес өйткені. Мысалы, біздің аталарымыз, ата-бабаларымыздың бәрі 2 әйел алған. Ол 2 әйел, біздің ата-бабаларымыздың 2 әйел алудағы жолы жөні қалай болған? Көбінесе әмеңгерлікпен, жесір қалған келінін, немесе жеңгесін деген сияқты. Әмеңгерлікпен алған. Сондықтан ол заман басқа, бұл заман басқа. Дегенмен, сол 2 әйел деген дүние біздің қанымызға сіңіп кеткен ғой деймін. Жалпы қазақ еркектерінің сүйегіне сіңіп кеткен шығар. Оның үстіне мен бала кезімнен аталарымыздың 2 әйелі болғанын естіп өскендіктен, менің әкемнің өз 2 әйел алған, сол совет заманының өзінде. Сондықтан мен үшін бұл бір жабайлық та емес, бір кінә артып сол үшін бір ол тағдыр. Тағдыр, өмір маңдайына жазып тұр ма болады ол. Сен қанша долдан, жылын, шашың тырна, бетіңді жыл, ол болатын нәрсе бәрібір болады. Сіз қанша уақыт бәйбіше болып жүрдіңіз? 1 жыл. Сіз сонда екінші әйелді танитын бе едіңіз? Жоқ, танымаймын. Кездесіп, сөйлесуге? Жоқ. Ол маған не керек оны? Танысу маған, мен оны қайтем. Танысқанда не істеймін? Онымен барып шаш жұлсам ба, бет тырнасам ба, скандал, разборка деген нәрсені ұнатпаймын, жек көремін. Ал ол әйел сізге келді ме? Жоқ, келген емес. Неліктен ажырастыңыз? Не үшін? Анама операция жасалды. Бауырына Ташкенттегі онкологиялық больницада жатты, ауруханада. Сол кезде мен шешеме больница ауруханаға баруым керек, жолдасым жоқ. Еламан деген менің жолдасымның досы, сол кісіден сұрадым. Мен ауылға баруым керек, жол-жөнекей мен Рүстеммен тоқтап сөйлесуім керек, маған адресін беріңіз дедім. Ол кезде Жамбыл қаласында жаңағы әйелдің бар екенін білем ғой Жамбылда. Ол Еламан адресін берді. Мен түнделетіп әйтеуір пойыздан түстім, таксилетіп жеттім таңғы 4-5-тің кезінде. Бардым, есігін қақтым. Сонда есіктің алдына ол шықты, подъездің алдында сөйлесіп тұрмыз. Қыстың уақыты, қақаған қара суық, жағдайды айттым. Шешем операция болып жатыр, баратын болсаңыз қазір жүріңіз, бірге барайық дедім. Бармайтын болсаңыз, мен барып қайтуыма ақшам аз болып тұр дедім. Маған азнаулақ ақша тауып беріңіз дедім. Ол енді ол кезде жұмыссыз еді. Білесің ғой, менде ақша жоқ, қайдан табам деді. Сосын бармайсыз ба менімен бірге дедім. Не деп барам, қай бетіммен барам деді. Жақсы онда дедім. Менің шешем операция болмақ тұрмақ, өліп жатса да сіз бармайсыз ғой дедім да, мен кетіп қалдым. Құдай аузыма салған шығар, 1 ай 2 айдан кейін шешем өлді. Дәл сол кезде мен оған айтқам, бұдан кейін сіз мені танымайсыз, мен сізді танымаймын деген. Сіз енді 2 баламен жалғыз қалдыңыз. Ол негізі оңай нәрсе емес. Талай қиындықтар болған шығар. Әрине. Біз сол сіздің қиналған кездеріңіздің куәсінен сұхбат алдық. Кім деп ойлайсыз?
Білмеймін, ол кезде менің қиындық кезімде қасымда Білмейсіз ғой. құрбыларым болды. Білмейсіз ғой. Көп адам болды, кім екен? Онда бірге көрейік. Алдын қыз-сынында көрдік бұны. Бірінші қыз-сынына қатысты. Ой, біздің кластасымыз сәуле шығады қыз-сынына деп, бүткіл семьямыз, бәріміз біздің сәуле шығады деп тамашалайтын сәулеге жаңағы қошемет деп отыратынбыз соны. Ол кездерде жаңағы мектепте оқып жүргенімізде Қазақстанда ару болды. Жаңағы соны бір мақтан тұтып мектепте жаңағы менің әкпем деп мақтанып жүретінбіз. Мына тоқырау заманның кесірінен бәріне де кесір дейді ғой өзі. Сол кездерде жұмыс таппай, ешқандай жұмыстан да, ешқандай неден де ұялған жоқ, намыстанған жоқ, арланған да жоқ. Ең ақырғы ыдыс жуса да, даже посудомойка дейді ғой, оға дейін де барды. Молочный продукты да сатты, домработница да болды. Ештеңеден ұялған жоқ. Ол кезде ұялатын заман болған жоқ қой өзі ешқандай да. Мына жерлерде сәуле осы жерлерде сүт өнімдерін сатқан сол кездерде сүт өнімдерін жаңағы арнайы тоңазытқыштар болушы еді ғой, аяғында дөңгелегі бар. Сондайларда айран, сүт, йогурт, мороженое деген сияқты сондай сүт өнімдерін үш үйде сататын. Мына жақтарда қаз-қатар кемпір-шалдар болушы еді ғой, бір шемішке, жаңғақ, бір стакандарға салып қойып сататын. Қазір жоқ, сондай кісілер сөйтіп отыратын үш жерде. Мына двор-двордың ішінде аула-аулада тұрып сататын сәуле астында дөңгелегіменен тұрып. Одан кейін мына жақтардан әкпем жүгіріп келіп баланы алып келеді. Әр 2 сағатта бір жүгіріп емізіп, бұрышқа барады да емізіп алады. Түгенше деп ауыр сөздер айту мүмкін, бірақ сәуленің аузынан бір сондай сөз шықпағаны соншалықты менің көз алдымда ол кісінің жолдасы бір жақсы адам сияқты қалыптасқан. Шыны керек. Мына бетарың жас кезінде кішкене күйге шық, кішкене балаларың әлі кішкентай деген кезде ондай айттық, неге айтпадық? Кішкене дұрыс не қылып. Оның ешқайсына жоқ. Мен балаларымды жеткіземін, тек балаларым. Сондай болды. Жігіттер оны жақсы көретін. Сол 2-3 сыныпта Манас оған жаңағы қатты көңілі кетіп, жақсы көріп жүрген екен. Енді жас балаларда да жақсы көру болады ғой. Сонда Манасқа сен двоечниксің деп айғайлап, жаңағы бір не жағдайда айтқан істемеген жағдайда
сабақ оқымаған кездерде айтқан болса керек та. Двоечниксің деп. Комедия. Қанша қиналып, қанша жоқшылық болып жатса да өзі қонақжай болады. Тегі біреуден жүгіріп магазиннен бірдеңкеден қарызға бірдеңке әкеп дастарханда қойса да дастархан жайнатып жіберетін ғой. Қалтасында бір тиын тебен болмаса да, о да дастархан жайнап толып тұратын қашан көрсеңіз. Әйтеуір тойып шығатынсыз. Түк не қылмаса да. Өзі сонда сондай жұмыс демесе де, өзі бір қалтасында көк тиын болмаса да, соны білдіртпей жіберетін ылғи. Сонысына риза боласың да. Бір жоқшылық нәрсені білдіртпейтін өмір. Бар болып тұратын ылғи. Сәуледе шын мәнісінде айта кететіндей ұстамдылық, сондай бір пайымдылығы, сондай бір ақылдылығы, парасаттылығы екінің бірінде кездесе бермейтін, қазақтың нағыз қазақи тәрбиесі бар қазақтың қыздарында бұл көп кездесе бермейтін қасиет. Бұл мыңнан бір табылатындай бір ерекше жан. Сәулені сондай деп білемін. Сәуле, сағындық. Шымкентке кел, арнайы біз үшін. Біраз класстастар болып күтіп, қызықты оқиғаларды айтып, бір мауқымызды басайық дер едім. Келем. Қыз болған деген класстасым менің ауылдағы. Ұнады ма тосын сыйымыз? Керемет. Ажырасқаннан кейін көп қиындық көріпсіз. Енді құрбыларыңыз айтып жатқандай жұмыстан арланбапсыз. Ажырасқан соң Сәуле қандай қиындықтарға тап болды? Тұрмыстық бөлме, ас бөлмесі, туалеті бар, соларды жуып тазалаймын. Әр бөлме 100 теңгеден жинап береді. Осы уақытқа дейін Сәуле не жасырып келді? Миында жара болған. Ажырасқаннан кейін көп қиындық көріпсіз. Енді құрбыларыңыз айтып жатқандай жұмыстан арланбапсыз. Арланатын жұмыстың, мен ойлаймын, түрі болады. Қандай жұмыстан адам арлану керек, ұялу керек. Тәнін сатқаннан ұялу керек. Ондай жұмыстан әрине арлану керек. Бірақ адал еңбек еткеннен, мен ойлаймын, ұялудың, арланудың қажет жоқ. Жазирам қасымда бірге көрдік қиыншылықтарды. Жатақханадан, жаңағы СПТУ-дың жатақханасынан бөлме алдық. Ол жерде біраз қиындықтар болды. Сол жатақхананың дәлізін жуам, несін, бытовой дейді ғой, тұрмыстық бөлме, ас бөлмесі, туалеті бар, соларды жуып тазалаймын. Әр бөлме 100 теңгеден жинап береді. 10 бөлме бар, 1000 теңге. Сол 1000 теңгеге әйтеуір, оныңды аласың, сұйық майыңды аласың, сүтіңді аласың дегендей. Бірақ ешкім алдына мен бір үзім нансыз қоңыз теріп кетсем де ешкім алдына бармайым деген ана бір қырсықтық қой. Анау вақты дегенде есіме түсіп отыр. Теміржол институты бар, Тынышпаев атындағы. Сол теміржол институтына вахтер болып та жұмысқа кірген. Қазір есіме түсіп отыр. Сөйтіп мен бір кәдімгідей келісім шартпен документ құжат жүзінде арыз жазып тұрып теміржол институтының жаңағы осындай жатақханасының вахтері болып жұмысқа алуыңызды сұраймын деп сөйтіп кірген жұмыс еді ол. Және де ол жерде сол жатақханадан бөлме алуға мүмкіндік болады деген. Мен сондай үмітпен жарайды осы вахтер болып істесем де осы жерде әйтеуір тұратын жерім болады. Басымда баспана бір бөлме болса да далада қаңғымаймын. бір бөлмеде тұрамда әрі вахтер болып істей берем деген. Алдыңыз ба? Жоқ, ол алған жоқпын. Өйткені неге? Ол жерде бір айға жетер жетпес істедім. Жеңгем қайтыс болды. 98-ші жыл бұл. Жеңгем бір авария болды, жеңгем болған, ағам рөлде болған, тағы 2 жеңгем болған, әпкем болған, бәрі Түркістанға бара жатқан сіңліме. Содан авария болғанда жеңгем қайтыс болған, әпкемнің омыртқасы сынып төсек тартып жатып қалды. Мен сол әпкемді күтіп, сол жеңгемнің жаназасына кеттім, комендантқа звондадым, мен вахтер болып жүрген кезде ғой. Мен жеңгем қайтыс болып ауылға кетіп бара жатырмын, 40-нан кейін келетін шығармын деп. Тіпті 7-сінен кейін келіп қалуымда мүмкін деген үміт болған. Жоқ, мен келе алмадым. Өйткені жеңгемді жерлегеннен кейін әпкем 3 баласымен
төсек тартып жатыр. Омыртқасы бір емес екі жерінен сынған, қозғала алмайды, қимылдай алмайды, гипсте дегендей. Мен сол 3 балаға әпкеме қарап ауылда қалдым. Ол кезде Абзал Рүстемнің қасында, жолдасымның қасында. Қызыңыз емшекте? Қызым яслиде. Содан мен сол кеткеннен тамыздың 28 күні жеңгем қайтыс болды. Мен сол 27-28 кеткен болсам, қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан 4 айдан кейін бірақ келдім Алматыға. Жаңағы төсек тартып жатқан әпкем дұрысталып, кішкене өз-өзіне келгеннен кейін, оның балалары да кішкентай еді ол кезде. Сол 4 ай соның қасында болдым, соларды күттім. Сонда күйеуіңіз қызын көруге келмеді ме? Перзентханадан шығарып алды. Жол жөнекке келе жатып, қайда апарайын деді. Сөйлемей келе жатырмыз, қайда апарайын деді. Қайда апарасыз, жатақханама апарыңыз дедім, болды. Жатақханама әкеп тастады. Одан кейін сол перзентханадан шығарып алғаны ғана, одан кейін қайтып көрген жоқпыз бір-бірімізді. Сол кезде мен перзентханаға кеткен кезде Абзал жатақханада қалған, үлкен ұлым сол кезде 2 жас, 8 ай сондай ғой. Қыздар алып қалған. Солардың қасында қалған баламды, інім келгенде баламды алып әпкем үйіне апарған. Әпкем дәл сол сәтте сіңілімнің бесігін апару керек болып жатқанда, ол ауылға кететін болып, Абзалды қайда қалдырамыз? Қайнәпкем бар. Сол қайнәпкем үйіне апарған. Содан жаңа перзентханадан шығарып алған кезде күйеуім айтады, мен Абзал Гүлбарам әпенің үйінде екен, мен Абзалды алып кетем деді. Алып кетпеңіз, әкеп тастаңыз дедім. Сенің есің дұрыс па деді, сен өзіңе қарайсың ба, мына балаға қарайсың ба, Абзалға қарайсың ба? Біраз есіңді жиып ал, өз-өзіңге келіп ал, содан кейін алып келем Абзалды деді. Сіз қыз сынына қатысып, 2-ші орын алдыңыз. Бізде сол бейне жазба бар, сіздің қатысқан қыз сынынан. Көрейік. Қызықса көрейік. 19 номерлі Сәуле Бейбіт ағаның дауысы. Мен өзім де ұмыт қалған бұны. Кеш жарық қадірменді қалайық. Құрметті ақ шашты апалар, ақ жанды аналар, жеңгелер, құрбылар, сіздерге алдағы көктем мерекесі, Наурыз тойы және де аналар мейрамы құтты болсын дегім келеді. Қойш. Қайдан тауып алдыңыздар мынаны? Құдай. Алдарыңызға шығып тұрған қыздарыңыз Әбідің тегі Сәуле Әбілдахан қызы. Мен 1972 жылы қаңтардың 29 күні өрісі малды, дастарханы майлы, қонысы суатты, күні шуақты, халқы қуатты, ақ алтынды оңтүстік өңірінде Мырза шөл даласында дүниеге келдім. Сасқанынан еліп сәлем бере берген Әдепті қыз, не айтайын? Ұмытып қалдым, не айтатыныз? Тәуекелде де тас жұт дейді ғой халқымыз. Сол айтпақшы, бүгін ата-бабам әруағына сыйынып, сіздердің алдарыңызға тағы бір сынға түсуге келіп тұрмын. Ой, Алла, қайдан тауып алдыңыздар мынаның бәрін, ұятай. Өзіме алып отырым тура. Қайран жастық шақ деп. Көзіңізден жас шықты неліктен? Енді уақытты сағыну шығар. Жастық шақты сағыну. Тазалықты сағыну. Сәуле, сіздің енді өзіңіз туған 2 балаңыз бар деп қабылдайды халықта, бірақ 4 балаңыз бар екенін білеміз. Қандай? Солардың біреуімен таныстық. Экранға назар аударсақ. Жаным осы. Сәуле әпше менің анамның туған әпкесі. Олар кішкентай кезінен бір-біріне өте жақын болып өскен, сырларымен бөліскен, бір-бірін өте қатты жақсы көрген. Менің анам қайтыс болып кеткеннен кейін Сәуле әпше мені және сіңлімді өз қамқорлығына алып, біраз уақытқа дейін қарап, өз балаларынан кем көрген жоқ.
Ол бізге таңғы ас дайындайтын, жұмысқа кетіп бара жатқан кезде. Жұмыстан кеш келетін, бірақ бәріміз бірге күтіп отыратынбыз. Сәуле әпшенің балдарымен бірге. Біз кішкентай кезімізде сосын Сәуле әпше жұмыстан келген кезде қорапша келді да, кішкентай сырға салатын. Біреуі жүрек, біреуі төртбұрыш, біреуі үшбұрыш, үшеумізге берген. Біз сол кезде енді ешкім кім сұраса да біз туған апалы сіңіліміз ешқашан бөлеміз деп айтпаймыз дегенбіз. Сол әлі күнге дейін солай айтамыз. Бір күні күз кезінде себебімен күртеше киіп алған едім да, бірақ онша суық емес еді. Көктем әлде күз кезінде болу керек. Сол кезде біз саябаққа бардық, өте көп адам болды. 10 шақты, одан да көп болуы мүмкін. Бүкіл нағашыларым, олардың балалары. Сөйтіп саябаққа бардық. Содан кейін аялдамада автобусты күтіп тұрған кезде мен теріс бұрылып, курткаммен, күртешемен ойнап тұрған едім. Қайтып қарасам, уже Сәуле әпше де жоқ, ешқандай балалар да жоқ. Сосын қатты қорыққаннан жылай бастадым. Олар автобуспен кетіп бара жатқан кезде, көп адам болғаннан кейін бәрі шаршап тұр, сосын балалар да жылап жатыр, сондай болған ғой, байқамай қалған. Мінгеннен кейін санаса біреу жоқ балалардың. Сосын бәрі қорқып кеткен. Сөйтіп Сәуле әпше қайтадан түсіп қалып астын аялдамадан. Сосын таксимен келіп мініп мені іздеп тауып алды. Сәуле әпше, мен сізге үлкен алғыс білдіремін. Бізді өзіңіздің балаларыңыздай көргеніңізге. Және бізге берген махаббатыңыз бен мейірімділігіңізге. Мен керісінше Жансая мен Ақниетке мен көп ештеме бере алмадым. Жансая менің сіңлімнің қызы. Қайтыс болған сіңлім Жанат марқұм ерте қайтыс болып кетті. Ол неден қайтыс болды? Жауыздардың қолынан қаза тапты. Ол дүкенде сатушы болып істеп жүрді. Түнгі сағат 12:30 мен 1-дің арасында болған оқиға дейді. Дүкенде дүңгіршекте пышақтап кеткен. Наркомандар ма, жауыздар ма пышақтап кеткен. Содан 3 баласы қалды артында. Үлкені Азат еді, ол да кейіннен марқұм болып кетті. Неден? Басында миында жара болған. Опухоль дейді ғой. Азат кетті. Мынау Жансая мен Ақниет кішкентай еді, біреуі 5 жаста, біреуі 3 жаста еді. Екіншісі сол 2 қызды қасыма алып, өзім өсіріп, өзім тәрбиелеуге тырыстым. Опекунство оформить етуге тырыстым ресми түрде. Бірақ маған қаншама қағаздар жинап келіп, күйеу баламыздың, бұлардың әкесі, соның баларымнан бас тартам деген қолхаты керек деді. Енді ол кісі бар ғой. Сондықтан ол кісі қолхат берген жоқ ондай. Ол кезде қолхат бермеді, сондықтан бұл 2 қызды мен бірақ бәрібір барынша күшпен олардан тартып алып, өзім қасымда алып жүрдім. Бірақ жаңа ол қайтыс болғанда атасы құдамыз. Азатымнан айырылып қалдым ғой, енді маған 2 қызымды өзіме қайтар деді. Немерем қасымда болсын, 2 немерем деді. Жансая мамасына ұқсай ма? Мамасына ұқсайды. Сіңіліңіз қандай еді? Сіңілім өте бойшаң, сүйегі ірі, бойыменен ұзын, сондай. Сымбатты, өте сұлу, аққұба, өте сұлу қыз еді сіңілім. Жақын болдыңыз ба? Өте жақын болдық. Сырлас болдық, мұңдас болдық. Сол қайтыс боларының алдында мен ол кезде сол Ақжүністі жүргізіп жүрген кезім ғой. Жұмысқа маған келінім звондады. Ол кезде мен інімнің үйінде тұрам, 2 баламмен. Келінім звондады, Асем,
әпке үйге Жанат әпке Бекеш дейді ғой, енді қайынсіңлісі ғой, Бекеш келіп отыр, сізді жұмыстан қашан қайтады деп сұрап жатыр деді. Енді мен жұмысым біткен соң қайтам ғой деп, біз өзіңіз білесіз ғой, енді кодировка дейсіз, монтаж дейсіз, телевидение жұмысы түнгі 12-де бірақ қайтасың, 1-де 2-де созылып кетеді. Содан сізге бір нәрсе айтуым керек еді деп айтты деді. Соны енді кешке дейін күтсін, келем ғой, амандық болса, өліп қалмасам жетермін айтар дедім да, мен де енді ана жұмыстан ойыңды бөліп жатады, жұмысты кедергі жасап жатады, келем деп. Сонымен не керек, мен үйге кешке келгенде ол уже кет қалыпты сіңлім. Не айтқысы келді екен деп білмеймін, Сәулеге бір нәрсе айтуым керек еді, бір айтатын әңгімем бар еді деп айтты. Сол ішінде кетті. Не айтқысы келгенін мен білмеймін. Сонда ойлаймын, не айтқысы келді екен. Әттең бүгін айтқысы келген әңгімесін мен сол күнде бүгін тыңдап қалмадым. Ол ертеңіне уже жоқ болып қалды. Айырылып қалдық. Сон әлі күнге дейін мен өкінем да, не айтқысы келді екен, не айтқысы білмеймін. Ол бүкіл сырын, мұңын маған айтатын бір айтқысы келген дүниесі ішінде кетті. Сол кей көрмедім. Әңгімесінде естімедім. Біздің бағдарламамызда Instagram қолданушыларының сұрақтары бар, сіз жауап берсеңіз. Мен өзім қызықпаймын. Қызықпағаннан кейін бармаймын. Маған сосын ол бір қажеттілікте жоқ сияқты маған. Үйде өзім жасаймын, маска жасаймын, керекті кремдерімді жағам деген сияқты. Бірақ оның соңынан қумаймын. Өзіңізді сұлумын деп ойлайсыз ба? Сұлу шығармын деп ойлаймын. Неге шығармын? Неге шығармын? Неге сенімсіз? Сән салондарына бармайтыныма қарағанда мүмкін өз-өзіме сондай сенімді шығармын мүмкін. Келесі сұрақ. Қызыңыздың күйеуге жасырын қашып кеткені рас па? Жасырын қашып кетті деуге келмейтін шығар, бірақ қашып кетті. Өйткені мен ұзатам деп жүрген кезде қашып кетті, алып қашып кетті. Тойды жүргізетін Гүлшараттармен келісіп, қызды қалай шығарып саламыз, қалай ұзатып жібереміз деген сияқты сценарийлер. Тура соған дайындықтың үстінде қызым қашып кетті. Айтатын, мама қайтесіз сонша мәуре болып 200 адам шақыр. Мен шын мәнде 200 адамға шақыру билетін таратып қойған едім. Бір үйде әлі де тұр, қимайым, бір 20 шақты шақыру билеті әлі де тұр үйде. Адресаттары бар, жазылған. Енді жан-жақтағы, облыстағы, ауылдағы нағашыларым, аталарымыз, әкелеріміз, көкелеріміз деген сияқты ол кісілердің бәріне таратып келдім да. Алматылықтар қалды, 10 күн бар әлі. Бүгін ертең таратам деп отырған кезде қашып кетті ғой, сол шақыру билеттері қазір үйде тұр полкада. Сондай бір қызық жағдай болды өзі негізі. Рахмет, Сәуле. Енді біздің Инстаграмдағы кезекті сұраққа назар аударсақ. Сабалар мен әншілерді үнемі сынап отырасыз, оларға неге көңіліңіз толмайды? Үнемі деген артық болар, мен бір рет бір пост жазғаным бар әлеуметтік желіде. Асабалардың қаламақысы, еңбек ақысы. Мысалы, кешкі 6-7-де тойды бастайды да, түнгі 12-ге дейін бір 5-6 сағатқа $5-6 мың алады да кетеді деген сияқты бір әңгімелер айтылған. Ол енді шындық қой. Ол кезде ойым, кішкене асабалар, сосын сол әншілерді де тойға барады да фонограммамен 2 минут ән айтып береді да кетеді, $2,000, $3,000 сұрайды. Мен мынау адамгершілік тұрғысынан мен оған қанша бір жұлдыз болып, керемет асабы болып тұрсам да, керемет әнші болып тұрсам да, нақты мен ондай нәрсені жасай алмас едім. 6 сағатқа $6,000 деген, оның үстіне қазағым үшін, елім үшін деп арқасын кеңге салып әңгіме айтқанда керемет қой бәрі былайша айтқанда. Халықтың ішінде байы бар, кедейі бар, жағдайы жоғы бар. Сондықтан жағдайына қарап, кішкене ынсаппен, қанағатпен болса деген дүниемен, оймен айтқаным ғой. Рахмет. Келесі сұраққа назар аударсақ. Кезінде Алматының әкімі сізге 2 бөлмелі пәтерді не үшін сыйлады? Жарнамадан соң жіберіп алмаңыз. Шенеунік Сәулеге не сыйлады? Күйеуін кешіре ала ма? Дәл қазір ағамыз келсе, кіргізесіз ба, қабылдайсыз ба?
кезінде Алматының әкімі сізге 2 бөлмелі пәтерді не үшін сыйлады? 2 бөлмелі емес, 3 бөлмелі. Кең сарайдай, даңғарадай 3 бөлмелі үйді маған сол кезде 2005 жылы Алматы қаласының әкімі Иманғали Тасмағамбетов мырза әкім болып тұрған кезінде сыйлаған. Ақжүністің маған берген бір пайдасы бағдарламаның үлкен сыйы. Жалпы ырым-жырымдарға сенесіз бе? Сенетінім бар, сенбейтінім бар. Мен кейбір ырымдарды ұстанамын мысалы. Мысалы, мен дастарханнан тұрарда міндетті түрде дастарханға береке берсін деп бет сипап тұрам. Бет сипамай тұрмаймын. Мысалы, үйден шығарда мен міндетті түрде оң аяғыммен аттап шығам, бисмиллахиррахманиррахим деп, ақ жол бер деп. Кейбір сондай бір өзімнің ұстанатын ырымдарым бар. Ал белгілер ше, бір мынандай белгі болды маған, мен бүйтуім керек, мынандай белгі болды деп. Тым қатты әлгі беріліп кетпеймін ондайға. Бірақ кейде өзім көңіл бөліп мән беріп жүрем. Нумерология дейді ғой, сандарға мен көбінесе нетем, қалай десем екен, бақытты сан дейді ғой, назар аударам. Онда жақсы болды. Өйткені біздің нумеролог сіздің туған жылыңызбен айыңызға қарап бір сипаттама жасап қойды, дайындап, және кішігірім болашағыңызға болжау жасағандай болды. Көрейік? Қызық. Наша героиня родилась 29 января. Вообще в этой нумерологии, что очень интересно, это, безусловно, внешнее обаяние должно быть. Внешний человек очень обаятельный, и он такой, знаете, какая-то привлекательность в нем есть, прямо чувствуется. Люди вообще в этой нумерологии, они хороши все, что связано с коммуникациями, с общением. То есть здесь это великолепные могут быть дипломаты, это врачи бывают хорошие, твердость руки есть, чувства, умеют чувствовать других людей. Это люди, юристы могут быть, да, тоже там идет вот у нее чувствительность, она чувствует фальшь, чувствует какие-то такие вещи. Но это могут еще также быть и в плане телевидения, не знаю, там радио, то есть все, что с журналистикой, с умением общаться с людьми, с умением чувствовать сильные и слабые стороны собеседника, это также ее, ну, как бы вот то, что в нумерологии, в чем она могла бы себя проявить. Что еще интересного? Сильная воля, сильный характер. Этого человека, безусловно, нельзя ломать. Она может вас слушать, она может с вами соглашаться, а потом все равно сделать по-своему. Она неплохая мать, кстати, очень хорошая мать, сильная мать. Если у нее есть дети, то она прямо, знаете, по-настоящему может выкладываться. Немножечко строгость присутствует у нее в характере. Интересно также, что она замужем или нет, потому что у нее может быть не один брак. Она по жизни одна долго не может быть и не будет. Вот что я хочу сказать. Возле нее всегда будут люди. Всегда будут обожатели, всегда будут поклонники, будут мужчины, которым она может нравиться. То есть здесь всегда возможность есть быть счастливой и быть любимой. Вот это вот у нее есть. Она такой, знаете, любимчик по жизни, она умеет привлекать внимание, и она любимица людей, там, не знаю, если бы она публичная, любимица публики могла бы быть. У нее еще очень много что может случиться, но единственное, что ей все тяжело иногда приходит и дается. То есть она реально должна это как-то вот пронести, иногда даже это не так легко, как вот хотелось бы. Если в ее жизни были какие-то, были у нее падения, то есть она могла быть вот так вот, но потом раз какие-то такие вещи были, как падение, она потом все равно поднимается у нее в жизни, ее, как сказать, жизненный закат, он все равно на удаче идет, на успешных цифрах, на удаче. И сейчас у нее год интересный для новых начинаний, для дерзких начинаний, прямо даже для каких-то таких смелых, что ли, начинаний, смелых проектов. Единственное, только не упустить этот период, задействовать себя максимально. Біздің нумерологтың айтуы бойынша сіз ешқашанда жалғыз болмайды деп айтты. Бірақ дегенмен сіз жалғыз бастысыз. Мен шын айтсам өзім жалғыз қалғанды, оңаша қалғанды жақсы көрем. Ал былай өмірде дәл жаңағы менің күйеуім деп қасымда тұратын бір немесе қол ұстасып бірге жүріп базар аралайтын күйеуің қайда деген сұрақ болатын болса, ондай күйеу менде жоқ. Дәл қазір ағамыз келсе, кіргізесіз ба, қабылдайсыз ба? Біріншіден ол келмейді. Екіншіден
келсе мен қабылдауым мүмкін, оны күйеуім деп емес, балалардың әкесі деп. Сізге көптен көп рахмет бізбен ашылып осындай сұхбат бергеніңіз үшін. Бір-бірімізге ашық болайық, өмірімізге ғашық болайық. Өйткені олай өмір сүру ұят емес. Ертеңгі бағдарламада тұңғыш рет еліміздің танымал тележурналисі Ирина Советжанқызы өз сырымен бөліседі. Көзіне шөп салған күйеуінің қылығына неліктен дөзді? Бәлкім көзіңе шөп салған шығар. Ондай нәрсе болды. Өзін не үшін жазғырып жүр? Егер мен алып келмегенде Алматыға тірі қалатын ба еді деп. Ирина неден қорқады? Мен өлтіріп алдым деп ойладым да әкемді.